Ассалаумағалейкум. Мен өткеннен бір нәрсе айтқым келіп еді. Бүгін соның реті келді, сәті келді, айтайын деп едім. Хадия қайырымдылық қорына байланысты. Мынандай бір қызық, керемет нәрселер болады да, кейбір мәселелерді біз көрсете алмай қаламыз, немесе камераға түспей қалады, немесе олардың балалары ұялуы мүмкін, анасы ұялуы мүмкін. Кейбір мәселелер түспей, сіздер көрмей қалатын жайттар бар. Соны бір айтқым келіп отыр да. Әр адам әртүрлі садақа береді, 100 теңге болады, 1000 теңге, 5000 теңге біреу беруі мүмкін. Бірақ сіздердің сол беріп жатқан садақаларыңыздың арқасында себебімен біз қомақты бір 2-3 айға жеткізетін тамақты ана кісілерге апарамыз ғой. Олардың қуанышын көрсеңіздер, как будто біз бір үй сыйлап жатқан сияқты қуанады. Былай қарасаң тамақ қой. Кейбір үйлерге барасың, мысалы, үйде сенесіздер ме? Үйде нан жоқ. Енді анау 2-3 айға жететін тамақты бүйтіп алдына үйіп төккен кезде, кішкентай балалардың қуанғанын көрсеңіздер, жүгірген кезде, біз өткенде мысалы мынандай бір жағдай болды. Біз түсіріп бәрін біттік, одан кейін балалар ана коробкада көрінбейді ғой, не бар екен. Сол кезде 5 баласы жүгіріп келіп коробканы ашқан кезде ішінде кәмпиттер, банан тағы да басқа бар ғой. Анау эмоцияны түсіре алмай қалдық, соны сіздерге көрсетейік деп едік, бірақ болмай қалды. Алдан қалау ғой. Сол кезде мама, мынаны қара деп, ана жерде енді, білмеймін енді, ана балалар, кейбір семьялар болады, мысалы, бір жылда ет жемегенде, сол ет апарасың, тағы да ет енді балаларға қызық емес қой, балаларға тәтті нәрселер қызық қой. Ананың ішінде банан барлығын, алма, кәмпиттерді, печеньяларды көрген кезде қуанғанын көрсең, енді жыламау мүмкін емес та, ана қуанышты көрген кезде. Осыған себепші сіздер ағайын, білесіздер ме? Мен мысалы өз ақшамда апарып жатқан жоқпын, анда-санда мен өзімді қосып жатам. Бірақ сіздердің әр тиындеріңіздің осы жиналған бір кірпіш сияқты жиналған бір оларға үй соғып бергендей қатты қуанады да. Мен қаншалықты осы адамдарға көмектесіп жатырмын ғой, Хадия қайырымдылық қорымен, сіздердің садақаларының себебімен. Осыны қазақ елінде әлі де мұқтаждар көп қой. Мұқтаждар бітсе екен деп ойлаймын. Бірақ әлі де көп болған себебінен мен осы жолды, осы Хадия қайырымдылық қорының жұмысын тоқтатқым келмейді. Ана балалардың қуанышын көрген кезде, аналарының қуанышын көрген кезде, олардың қарызын өтеген кезде, субханалла, олардың қуанышын сіздерге мына камерамен немесе былай жеткізу мүмкін емес. Оны бүйтіп көзбе-көз барып көру керек. Және де ағайын бір нәрсені біліңіздер. Біз оны мысалы сіздерге көрсетеміз, отчет ретінде бір жағынан, ол рия емес. Ол сіздердің жасырын берген садақаларыңыз ғой. Соны көрсеткен кезде садақаны беріп, сол адамдардың қуанышын көрген кезде адамның жүрегі езіліп, адамның жүрегі кәдімгідей жұмсарады. Осыны ұмытпаңыздар. Садақа осындай бір керемет нәрсе, ұлы бір ғибадаттардың бірі. Садақаларыңыз қабыл болсын.